Қазір осы тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Балалардың сүйіп жейтін тағамы. Ең алдымен капустаны турап аламыз, және де сәбізді үкіштен өткіземіз. Міне осылай болып шығады. Келесі пиязды майдалап тураймыз. Ең алдымен пиязды қуырып аламыз, кейін үстінен сәбіз саламыз. Жақсылап барлығын араластырып қуырамыз. Содан соң үстіне капуста саламыз. Барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Кейін үстінен дәмдеуіштер себеміз. Жақсылап араласу қажет. Бір шетінен осылай күріш қайнатып жатырмын. Бір ыдысқа 2 қасық қаймақ, 2 қасық томат пастасын саламыз, және үстінен ұн араласқан су құямыз. Осылай жақсылап араласу қажет. Әдемі соус шығады. Фарштың үстіне қуырылған қоспаларды саламыз. Осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей осылай жақсылап тұрып араластырдық. Кейін үстінен қайнатылған күрішімізді саламыз. Барлығын қосып араластырамыз. Және де осылай котлет сияқты жасаймыз. Осындай котлет сияқты жасаймыз. Мендегі мына ыдысқа 8 дана шықты. Қалғанын басқа ыдысқа қазір жасайтын боламын. Үстінен жаңағы дайындап алған соусымызды құямыз. Қазір енді алдын ала қызып тұрған пеште салып пісіріп алатын боламыз. Гарнирге пюре дайындайтын боламын. Ал мұнда тефтелі сорпа дайындалып жатыр. Вау, мощный, сочный болып пісіп тұр. Мінекей пюреміз де дайын болды. Иісі қандай күшті, мұрынды жарып тұр. Балалардың сүйіп жейтін тағамы. Үстінен осылай подлив құйып шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Сүйсініп жейтін тағамдардың бірі. Ал бізге ас болсын.